Қайырлы күн 3-ші сынып оқушылары. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Сағат тілін қайтала. Қолды алға созайық, сағат тілі болайық. Тик-так, тик-так, қолды жайып керіліп, еркін үнді дыбыспен тик-так, тик-так деп айтайық. Өте жақсы балалар. Бұл сергіту сәті неге байланысты болды? Яғни өтетін бөліміміз уақыт деп аталады. Балалар, қараңдаршы, менің алдымда 8 тоқаш бар. Бұл тоқаш 4 балаға арналған. Осы 8 тоқашты 4 балаға теңдей бөліп беруге көмектесесіңдер ме? Әр балаға сонда неше тоқаштан тиеді? Жақсы. Егер менде тек бір ғана тоқаш болса, ал маған 2 балаға бір тоқашты бөліп беру керек болса, мен бір тоқашты 2 балаға қалай бөлемін? Дұрыс айтасыңдар. Бүтін бір тоқашты 2-ге бөліп жартыдан беремін. Жарты деген сөзіміз бұл бүтін санның бөлігі. Адамдарға жиі бүтін бөліктерге немесе үлестерге бөлуге тура келеді. Ең белгілі үлес ол әрине жарты. Жарты деген сөзді қайдан естуге болады? Жарты деген сөзді қарапайым өмірде күнде естиміз. Мысалы, жарты сағат, жарты килограмм, жарты нан және тағы басқа. Сонымен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз неге байланысты болмақ? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз үлес туралы түсінік деп аталады. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты, бүгінгі сабақтан сендер үлес дегеннің не екенін білетін боласыңдар. Өтетін бөліміміз уақыт деп аталады. Бүгінгі тақырыбымызды білу және түсіну үшін қолымызға парақтар алайық. Қолымыздағы парақты теңдей 4 бөлікке бөлейік. Неше бөлік шықты? Ал бізде алғаш бүктегенде неше бөлік болды? Үлестердің атауларын сағат бөліктермен де атайтын кездер болады. Ендеше сағат бөліктеріне байланысты тапсырмалар орындап көрелік. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сағаттың әрбір цифрлы беті бірдей қанша бөлікке бөлінгенін қара. Әр бөлікте неше минут бар екенін есепте. Балалар, егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті 2 натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді 2 бөлсе, онда бір үлесті бұлай жазуға болады. Егер бір бүтін апельсинді 2 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 2-ден 1 деп аталады. Егер 4 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 4-ден 1 деп аталады. Егер 8 бөлікке бөлсе, оның бір бөлігі 8-ден 1 деп аталады. Үлестер тең бөліктер болғандықтан, үлес дегенді бөлік деп те атайды. Бір бүтіннің 2-ден 1 бөлігі жарты деп аталса, 4-ден 1 бөлігі ширек деп аталады. Берілген үлестерді оқып көрейік. Үлес бөлшек сызығы арқылы 2 натурал сандардың бөлінісі ретінде жазылады. Бөлшек сызығының үстіндегі сан неше үлестің алынғанын көрсетеді. Оны бөлшектің алымы деп атайды. Бөлшек сызығының астындағы сан бір бүтіннің неше үлеске бөлінгенін көрсетеді. Оны бөлшектің бөлімі деп атайды. Бұл тұтас. Біз бұдан үлесті аламыз және салыстырамыз. Мұны тең 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі бұл 3-ден 1. Енді әрбір бөлікті тағы 2 бөлікке бөлеміз. Яғни біз тұтас 6 бөлікке бөлдік. Оның бір бөлігі 6-дан 1. Ең аз үлес қандай? Бейнебаянды қарап болсақ,
Сұрақтарға жауап берелік. Бейнебаян не жайлы болды? Үлес дегеніміз не екен? Үлестің қандай түрлері бар екен? Жарты дегеніміз не екен? Ширек дегеніміз ше? Олардың жазылуы мен айтылуына кім мысалдар келтіре алады? Жарайсыңдар, балалар. Диалогты оқып көрейік. Әлия мен Алмас. Әлия. Бөлшек сызығы бөлу таңбасын білдіреді. Егер бүтінді 3 бөлікке бөлсе, бір үлесті былай жазуға болады. 3-тен 1. Алмас. Кейбір үлестердің ерекше атауы бар. 2-ден 1 үлес жарты. 4-тен 1 үлес ширек деп аталады. Сөйлеу тілінде көбінесе осылай қолданылады. Бейнебаян мен диалогтан түсінгендерімізді анықтау үшін жеке жұмыс орындап көрейік. Жеке жұмыс. Сендерде берілген карточкалардағы тапсырмаға қараймыз. Онда үлес түрлерін анықтап, үлестің түрлерін бөліп көрсетіңдер. Жарты үлес және ширек үлестің түрлерін әр қатарға бөліп қарастырамыз. Сендер жеке тапсырмалар орындау барысында уақыттың көмегімен ширекті анықтай алдыңдар. Енді 3-ші тапсырмада Әлияға уақытты әртүрлі айтуға көмектесіңдерші. Пікірлерді толықтырыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Сендер жазбаша жұмыстардың барлығын жақсы атқардыңдар. Енді ауызша жұмыстарды да айтып көрелік. 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Онда сендерде суреттер берілген. Суреттерге қарап, дөңгелектердің қандай бөлігі боялғанын айтып көрелік. Жарайсыңдар, балалар. Енді жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптеріміздегі 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Ондағы фигуралардың қандай үлесі боялғанын жазайық. Сандар үлесінің жазбасын сәйкес суреттермен біріктіріп көрейік. Салыстыру белгісін қояйық. Тапсырмалардың барлығын жақсы орындадыңдар деген үміттемін. Енді бойымызды бір сергітіп алайық. Қане орнымыздан тұрамыз. Тербеледі ағаштар. Тербеледі ағаштар. Алдымнан жел еседі. Кіп-кішкентай бұтақтар биік болып өседі. Жарайсыңдар, балалар, отыра қойыңдар. Бүгінгі тақырыптан ұққандарымызды бекіту үшін семантикалық картамен жұмыс жүргізейік. Ал енді жауабын тексеріп көрелік. Тапсырманы қайтесіз дұрыс орындадыңдар деген үміттемін. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жүргізейік. Кері байланысымыз чемодан, ет тартқыш және қоқыс жәшігі деп аталады. Сендер чемоданға бүгінгі сабақтан алған ақпараттарыңды саласыңдар. Ал ет тартқышқа ақпараттың ішінде әлі ізденіп толықтыру керек болған ақпараттарды жапсырасыңдар. Ал қажет емес артық дүниені қоқыс жәшігіне саламыз. Үйге тапсырма. Оқулықтан 6-шы беттегі 7-8-ші тапсырмаларды үйден орындап келеміз. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.